Сәрсебек жатақханаға қуынан қағып, күлімсіреген жүзбен кіріп келді. Шырайында бұрын-соңды болмаған көңілділік бар. Магазиннен жап-жаңа аппақ ақ жейде сатып әкелген екен. Онысының орауын жазды да, қане көріңдерші қалай екен деген адамша керуетінің үстіне шарқыратып шайып тастады. Және бір сұр шұбар галстук сатып әкеліпті. Ақ көйлектің үстіне оны да шұбалта тастап қойды. Жолдастары Сәрсебекке назар тіге қарасып: "Сәкенді қара, ақ жейде сатып әкепті. Галстук сатып әкепті. Ой, сен ақ жейде әкелемеймін деуші едің ғой. Мынау бір жаңалық екен" деген тәрізді сөздер айтылып жатты. Иә, Сәрсебекте әлгінде оғаш мінездердің бар екені рас. Өмірге жарасымы жоқ кіршең деп, ол ақ көйлек атаулыны ұнатпайтын. Галстукты түкке қажетсіз артық әурешілік деп қарайтын. Басқалардан бір бөлек томаға тұйық жүріп тұратын. Жаңа жыл түгіл 10 мереке қабатынан келсе де бүйірі қызбайтын, сәнденіп бой түзеуді еш елемейтін. Қандай той-томалақ кештерге де күнделік үйреншікті киіммен бара беретін. Институтта бірге оққан 3 жылдың ішінде жолдастары Сәрсебектің бір қызбен көңіл қосуға талаптанбақ түгіл қиырдан көз салып қырындамақ болған ниетінде байқаған еместі. Қашанда қоңыр жүріп, қоңыр тұратын, оқудан өзге ештемені білмейтін осы Сәрсебек енді міне аяқ астынан қуылып шыға келіпті. Бұрынғы көзқарастарынан айнып ақ жейде галстук сатып әкеліп отыр. Енді жігіттерден үтік сұрап тұр. Жыл бойы үтік тиіп көрмеген қоңыр костюмге үстемегені қалмады. Әуелі есік алдына ауа алып шығып, жарты сағат бойына шөткілап тазалады. Одан соң сабынды суға ақ шүберекті малғыштап отырып, әуелі шалбарын, одан соң пиджагын мипаздап өтектеуге кірісті. Сәрсебектің жолдастары ондай емес, бой түзеу жағына келгенде шетінен сақа боп қалған жігіттер. Олар әне бәрі де киініп-түйініп, бүгінгі жаңа жыл қарсаңында шетінен бәйге атындай сылан ұрады. Әркімнің күні бұрын нысана еткен баратұғын кештері жолғасатын күлім көздері бар. Олар енді әрқайсысы сол өз тіршілігінің қамымен тарап-тарап кеткелі жатыр. Құдай білет, бүгін Сәрсебектің өміріндегі тарихи күн. Жігіттік сезімінің оянған күні. Дәуде болса батырын қызбен кездесуге баратын деп жылмақай Сәмет әлденені түйсіне сөйлеп жатыр. Сәрсебек раста демейді, өтірік те демейді. Тек жымың-жымың күле береді. "Сәке солай ма?" деп сұрағандарға: "Осы мен сендерден қайда баратындарыңды сұрамаймын ғой" дейді. Ұрының артық уыс дегенде әйтеуір тегін емес екені оның бет жүзінен ақ беп-белгілі. Мәметтер, басқа жігіттер түгел кетіп қалды. Әне Сәмет те киініп кетейін деп жатыр. "Әй Сәмет, ана галстукты байлап беріп кетші" деді Сәрсебек. Өмір галстук тағып көрмегендіктен оны қалай байлауды да білмейді. Сәмет қиқар бәле: "Қайда баратыңды айтпасаң байлап бермеймін" деп қасарысты. Жымыңдауды қойып Сәрсебек енді өз-өзінен сықылықтап күле бастады. "Өзіміздің ауылдың университетті оқитын балалары шақырып еді, соларға барам. Іштерінде қыздар да бар ғой. Кім білет, мүмкін бар шығар. Жарайды, олай болса байлап берейін" деп Сәмет ымыраға келді. "Бірақ еңбегімді зая жіберіп, түгендірмей қайтып келіп жүрме." Галстукты байлап беріп Сәмет те кетіп қалды. Сәрсебек енді үйде жалғыз өзі. Әлсін-әлсін төсек үстінде жатқан сағатына үңіліп қарайды. 8-ден жаңа асып барады. Ал уәделі мерзім тура 9. "Кешірім өтінеміз оқушыдан. Сәрсебектің кіммен уәдесі бар екенін, қайда баруға қамданып жатқанын біз айтпаған екенбіз ғой. Олай болса әлі де кеш емес, соны баяндайық." Университеттің хим факультетінде 1-ші курста Фатима дейтін қыз оқиды. Сәрсебектің жерлесі. Екеуі бір колхоздан, бір мектепте оққан. Фатима Сәрсебектен 2 класс төмен оқиды. Сол Фатима Сәрсебектің бала күннен бері қарай жүрегінің түбінде сақтаған, жан адамға сездірместен аяулы асыл құпиясы еді. Бірақ ләммим деп Сәрсебек оған лебіз білдіріп көрген емес. Кездесіп қалса жүрегі аттай тулап, басына қаны шапшып шыға келеді. Тілі құрғыр күрмеліп, ештеңе дей алмайды. Сол Фатима бағана Сәрсебекке көшеде тағы кездесіп қалды. Өзі бұрылып қол берді. Келе жатқан жаңа жылмен құттықтады. "Сені де" деген сөзді Сәрсебек әзер айтты. "Иә, жаңа жылды қайда қарсы алмақсың?" деп сұрады Фатима. Сәрсебек абыржып қалды. Бұл оның ойластырмаған іс еді. "Егер басқа баратын жерің болмаса, бізге кел. Біздің факультеттің сауық кеші болады. Бұл менің сені ресми шақыруым" деді Фатима. Талай сауық сайранды Сәрсебекпен бірге өткізген адамдай тіке қарап тұрып, әр сөзін мығымдап айтты. "Мақұл" деді Сәрсебек. Қуаныштан құлағы шуылдап қоя бергенде болды. "Келесің ғой?" "Келем. Тура сағат 9-да университеттің алдынан өзім күтіп аламын." "Мақұл." Сол арада Сәрсебек алқан-жұлқын болып магазинге жүгірген болатын. Сатып әкелген галстугі мен жейдесі әне төсегінің үстінде жатыр. Костюмді үтіктеп болған соң Сәрсебек сабын алып жуынатын үйге кірді.
Айнаның алдында тұрып қарағанда бұрын жақтырмайтын ақ көйлектің өзіне ғажап жарасатын байқады. Галстук те келісіп қона кетті. Өзім оншалық жаманда жігіт емес екен мынау деген оймен Сәрсебек көңілі семіріп қалды. Сағатқа қарады 8:30. Троллейбуспен зыр етіп 5 минутта жетіп барады. Университеттің тура алдынан түсе қалды. Үлгердім деп ойлады Сәрсебек. Пальтосын кимес бұрын Сәрсебек өз үстіне өзі және бір рет көз салды. Бәрі көңілдегідей. Тек туфлиге ғана аздап көнелік ететін тәрізді. Майлап жып-жылтыр қылсам жаңа туфлидей болмай ма? Сәрсебек етік майымен аяқ шөткісін алып жуынатын бөлмеге барды. Әдейі аяқ сүрту үшін цементтен жасалған тұғыр бар. Аяғын соның үстіне қойды да сүрте бастады. Мәссаған безгелдек Сәрсебек күштелген қалпы сілейіп тұрды да қалды. Екі көзі бәтеңкенің тұмсығында. Туфлидің тұмсығы өлген балық тәрізден ырсиып аузын ашып тұрғанын көрді. Жүрегінен зу етіп аяз жүгіріп өтті. Қап, бұны бағана ертерек неғып байқамадым екен? Ауыстырып киетін басқа бәтеңке Сәрсебекте жоқ. Қақырап тұрған ұлтанды өл қолымен одан әрмен қақырата тартып көрді. Тары қанша өмірі бар екен деп сынағаны болатын. Мықтылау тәрізді. Бірақ бұрынғысынан гөрі жыртығы үлкейіңкіреп қалды. Сәрсебек жүгіріп бөлмеге кірді. Төсек атаулының бәрінің астына үңіліп артық ауыз жатқан аяқ киім іздеді. Кілең ескі құсқы сұрықсыздығы бірінен бір өтеді. Тәуір деген мынау бір қонышты қара бәтеңке Саметтікі. 37 размер. Сәрсебек оның сыймайтынын білсе де сасқан үйрек артымен жүзеді дегенде киіп көрмек болды. Аяғының тұмсығы әрең батты. Қап, енді қайту керек. Сәрсебек мықтап састы. Қақиып тұрған ұлтанның беріктігін және байқап көрмекші болып, одан әрмен және қақырқатып алды. Сағат 9-ға 15 минут қалды. Қысылғандығы сонша Сәрсебектің маңдайынан бұрқ етіп суық тері шығып кетті. Не істеу керек? Өстіп-ақ Фатимаға бара алмай қалмақшы ма? Содан соң келесі жолыққанда не айтады? Көшенің арғы бетінде етік жамайтын будка бар. Сәрсебек терезеден соған көз салды. Тым құрса, бүгінше ұстайтында етіп 4-5 шеге қақтырып алар еді, жабық тұр. Мұндай күні етікші отырады деймісің? Сағат 9-ға 10 минут қалды. Қақыраған ұлтанды тым құрса білдірмей ептеп сыммен түйреп алмақшы болып Сәрсебек жатқан тұрған сымды іздеді. Ол да табылмады. Осымен ақ барсам, содан соң билемейді түк етпей тыныш отырсам деген ой келді Сәрсебекке. Басқа амалайла жоқ еді. Ал барам-ау деген біріншіден ұят, масқара. Екіншіден өз бақытын өзі басқа тебумен барабар. Фатима содан соң енді қайтып Сәрсебекті адам санатына қосама. Сәрсебек туфлиін жалтыратып тұрып тазалады. Бөлмені кілттеп көшеге шықты. Тротуармен ептеп басып келе жатыр. Екі көзі туфлиінің қарны ашқан тұмсығында. Бар ой санасы соған шегеленген. Бүгін кешке шыдап берсе болғаны. Онда Сәрсебек бұл туфлидің жақсылығын өмір бойына ұмытпақшы емес. Сәрсебек троллейбусқа келіп отырды. Адам көп екен, туфлиінің қамымен жүрегі зырқылдап әрең мінді. Алға қарай жылжуға батылы жетпей шиқанның қорған адамдай кібіртіктеп соларда теріс қарап бұрылып тұрды. Университет аялдамасы, деді хабарлады. Туфлиін уайымдап тұрып Сәрсебек қалай жеткен байқамайда қалыпты. Жалт бұрылып есікке ұмтылды. Бірақ бұл кезде сырт жақтан апталаған жұрт лап қойып үлгерген еді. Сәрсебек олардың кейбірін қаға-соға араларын жарамтылды. Оның бұл қылығы үшін біреулер реніште сөйлеп жатыр. Бірақ Сәрсебекте оны естір хал жоқ еді. Кемтар туфлие жапыр-жұмыр көп аяқтың қыспағына түскен кезде зәресі ұшып кетті. Шықына кеп секірді. Бітті, құртты деген ой басында ле-шала және жарқ етті. Троллейбус нені сесін жайына жөнеп береді. Ал Сәрсебек болса сілеп тұрды да қалды. Жылжиды алмайды. Ұлтаны түскір салпылдап бөлек жатса қалай жылжысын? Анау, әне университет үйі. Бұл арада оның шатыры жоғарғы этаждың терезелері көрінеді. Би музыкасының шылқыған әсерлі үні естіледі. Қайран Фатима есік алдына шығып тосып тұрма екенсің. Не істерге білмей Сәрсебек жігері құм болып әлгі арада бір қауым тұрды. Тағы бір троллейбус өтіп кетті. Тап әлгі арада троллейбус тосушылар үшін қойылған скамейка бар. Онда бүктетіле сұлап біреу жатыр. Мас. Сәрсебек жылжып келіп әлгінің аяқ жағына отырды. Ананың аяқ киіміне көз қиығын салып байқады. Мастың аяғындағы әп-әдемі қара туфли екен. Сәрсебек әлгіге жаны ашыған адам болып аятып көрді. Есін біле ме білмей ме деп байқаған еді. Ана оянбады, қыр ыңыранды. Оның аяғындағы туфлиге Сәрсебек қылға қарап отыр. Размері де шамалас тәрізді. Бұл бәрібір мына түрімен енді ешқайда бармайды, милиция келеді де сауықтыратын үйге кетеді. Сәрсебек төс қалтасынан блокнотымен қаламын алды. Бір параққа жолдас кешіріңіз, сіздің туфлиіңіз менде. Мына адреспен келіп алуыңызға болады деп өзінің адресін көрсетті. Содан соң жазу жазылған парақты ықтияттап жыртып алды да бүктеп мастық қалтасына салып қойды. Мас түк сезетін емес. Осылай қарай біреулер келе жатыр. Сәрсебек троллейбус тосқан адамша бейхан бола қалды. Ысқырып өлең айтып қояды. Әлгілер өтіп кетті. Енді ешкім жоқ. Сәрсебек жан-жағына ұрыша
Жалтақтап қарап алды да дереу іске кірісті. Мастың бір туфлиін шешіп алды да оған өз туфлиін кигізді. Құйып қойғанда бір размер екен. Дәл керек етті. Екінші аяқты ауыстырып үлгермеді, троллейбус кетіп қалды. Өтіп кетсін деген оймен Сәрсебек тағы да бейхан бойы өзінше отыр. Троллейбус үшіркек түсті, үшеуі де қызу. Әлгілер скамейкада сұлап жатқанды көріп, әне қара батырын жайғасып та үлгерді, деді. Мына жақтан қастың таныстар екен. Жамырап кел, Вася, тұр деп жұлқай бастады. Зорлықтың күшімен төмпештеумен әрең оятып алды да сүйрелеп алып кетіп қалды. Қап деп Сәрсебек тілін тістеп қала берді. Оның бүтін туфлиі мастың аяғында кетті. Өз аяғында сол әлгі ұлтаны салпылдаған жыртық туфлиімен мастың бір туфлиі қалды. Нағыз қызық енді болды. Мастан қалған туфлидің түсі қара да Сәрсебектің өз туфлидің түсі сары. Екі аяқта фасоны төрт түсі, екі басқа туфли. Бейне бір цирктің дарақшысы секілді. Сәрсебек қапаланып отыр, өз сиқына өзі жымыңдап күледі. Басқа істейтін лажы жоқ, енді ол жатақханаға жаяулап қайтып келе жатыр. Троллейбусқа отыруға жұрттан ұялды. Біреу болмаса біреу байқап қалып, мынауың не демей ме? Немесе шынды екен деп ойлайды ғой. Сау адам екі аяғына екі басқа туфли киюші ме еді? Жұрт жаңа жылды дуылдасып қарсы алып жатқанда Сәрсебек төсегінде пырылдап ұйықтап жатты. Арада 10 шақты күн өткенде бір күні кешке таман біреу есікті тық-тық ұрады. Кір. Бөлмеге ашаң жүзді орыс жігіті кірді. Қолында газетке орап алған бірдеңесі бар. Әлгі жымия күліп, сыңар туфли іздеп жүрмін, деді. Отырғандар оған жауап беру орнына күлкіге қарық болып жатты.